Сәлеметсіздер ме, балалар? Сабақтың тақырыбы «Мен гүл сыйлаймын». Сабағымыздың мақсаты дауысты және дауыссыз дыбыстармен сөздерді құрау, жаңа сөздер арқылы сөйлемді құрастыру. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздеріне таныс болайық. Туған күн. Туған күн. День рождения. Сыйлық. Сыйлық. Подарок. Гүл. Гүл. Цветок. Сыйлау. Сыйлау. Дарить. Рахмет. Спасибо. Жақсы, бәрекелді балалар. Барлықтарыңыз қайталап, есте сақтайық. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алайық. Сыйлаймын, подарю. Сыйлық, подарок. Гүл, цветок. Туған күн. День рождения. Құттықтау. Поздравление. Рахмет. Спасибо. Жақсы. Сонымен қатар бүгінгі сабақта сіздермен жіптік жалғауды есте сақтайық. Мен гүл сыйлаймын. Я дарю цветок. Сен гүл сыйлайсың. Ты даришь цветок. Сіз гүл сыйлайсыз. Вы дарите цветок. Он гүл сыйлайды. Она или он дарит цветы. Балалар, есте сақтайық. Балалар, енді оқулығымызды ашып, 88-ші бетте мәтінге назар аударайық. Бүгін Әнелдің туған күні. Саша Әнелге шар сыйлайды. Анна кітап сыйлайды. Қанат лего сыйлайды. Мен гүл сыйлаймын. Сен не сыйлайсың? Тамаша балалар. Барлықтарыңыз тыңдап, ойып елегін өткіздік деп ойлаймын. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Мына сұрақтарға жауап берейік. Бүгін кімнің туған күні? Саша Аннельге не сыйлады? Анна не сыйлады? Қанат не сыйлады? Мен не сыйлады? Балалар, естеріңе түсірейін, жаңағы мәтін бойынша осы сұрақтарға жауап беру керексіздер. Іске сәт. Жақсы, барлықтарыңыз мәтінді мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап бердіңдер деп ойлаймын. Олай болса, жауабын тексерейік. Тексереміз. Бүгін Әнелдің туған күні. Саша Әнелге шар сыйлады. Дұрыс таптыңдар. Анна кітап сыйлады. Қанат лего сыйлады. Мен гүл сыйладым. Дәл таптыңдар, балақайлар, жарайсыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Сабағымыздың мақсаты дауысты және дауыссыз дыбыстардан сөз құрастыру. Олай болса, бірінші бағандағы дауыссыз дыбыстардан, екінші бағандағы дауысты дыбыстардан жасырылған сөз құрастырайық. Олай болса, іске сәт. Бірінші
И, С, Л, Х дауыссыз дыбыстар. Екінші бағанда А дыбыстары. Мен сыйлық деген сөзді құрастырдым. Ал келесі тапсырманы өздеріңіз орындап көріңіздер. Жақсы, балалар. Тексерейік. Ал кеттік. Тексереміз. Дауыссыз дыбыстар және дауысты дыбыстары берілген. Ал тексерейік жаттығылған сөздерді. Бірінші сыйлық, екінші туған күн, үшінші сөз сыйлаймын, төртінші кітап. Дәл таптыңдар балалар. Келесі тапсырма. Көріп отырғандарыңдай берілген суреттерде сандар. Сол сандардың қасында берілген сөздерді жазу керексіздер. Мысалға, бірінші гүл, ал екіншісі не екен? Үшіншісі қандай сөз? Төртінші сөз қандай? Және бесінші сөз қандай? Ол тапсырманы шешу сіздерге беріледі. Жақсы балалар, тексерейік. Гүл, екіншісі сыйлық, үшіншісі кітап, төртінші жасырынған сөз шар, бесінші туған күн. Дәл балалар. Өте керемет, тамаша. Келесі тапсырма. Берілген сөйлемдердің барлығы дұрыс емес. Тек қана дұрыс сөйлемдерді теріп жазу керекпіз. Бірінші, сен анаңа гүл сыйлайсың ба? Мен бәйшешек ұнайды. Үшінші сөйлем, саған гүлді ұнайды ма? Төртінші, бәйшешек әдемі гүл. Терезеде 3 гүл тұр. Гүлге су құямыз. Осы берілген сөйлемдерден тек дұрыс сөйлемдерді теріп жазамыз. Олай болса, бізге сәт. Жақсы. Тексереміз. Бірінші, дұрыс сөйлем. Сен анаңа гүл сыйлайсың ба? Екінші сөйлем. Бәйшешек әдемі гүл. Үшінші, гүлге су құямыз. Бәрекелді. Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз, көңіл күйлеріңіз қандай болды? Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды? Келесі сабақта жүздескенше назарларыңызға рахмет.